Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Таңшолпан. Бүгін сіздерге бір жасағаннан жұмсақ болып пісетін пирожкидің рецептімен бөлісемін. Алдағы уақытта рецепттерді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыршаны баса кетіңіздер. Ең алдымен жылы сүтке дрожжымызды салып араластырамыз. Оның үстіне қантымызды, тұзымызды салып, содан кейін ерітілген сары майымызды құямыз. Ұнымызды електен өткізіп, ақырындап тестамызды илейміз. Жұмсақ теста болып шығады. Рецепттің мөлшерін описание бөліміне қалдырып кететін боламын, сол жерден қарасаңыздар болады. Енді иленген тестаның бетін жауып, жылы жерге 1 сағат көлемінде көтерілгенше қойып қоямыз. Оған дейін филемізді дайындап аламыз, картопты аршып турап пісіреміз. Пиязды ұсақтап турап, табаға май қыздырып қуырып аламыз. Піскен картоп пен пиязымызды араластырып, мыжымауының көмегімен езіп аламыз. Бұның қалай аталатынын мен шынымды айтсам білмейді екенмін. Аздап сары май саламыз. Немесе сұйық май қойсаңыздар да болады. Дәміне қарай тұз борышын қосып, араластырып аламыз. Енді көтерілген қамырымызды ұсақ бөліктерге бөліп, 15 минутқа көтерілуге жібереміз. Пирожкиімізді түйеміз, сосын тағы 15-20 минут көтерілуге жібереміз. Үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градуста алдын ала қызып тұрған пешке 30-35 минут көлемінде жібереміз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, жұп-жұмсақ дәмді болып піседі. Ас болсын.